Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа аш қарынға жеуге болмайтын тағамдар және жеуге болатын тағамдармен бөлісеміз. Парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Таңды әркім әртүрлі бастайды. Дегенмен дәрігерлердің аса маңызы аударуға шақыратын ең маңызды бөлігі таңғы ас. Сонымен таңертең аш қарынға қандай тағам жеген пайдалы, ал неден бас тартқан дұрыс? Аш қарынға жеуге болмайды сусындар, суық сусындар, олар асқазан мен ішектерді тітіркендіреді. Нәтижесінде ферменті реакциялары бұзылып, аурулардың пайда болуын түрткі болады. Жаңа піскен кондитерлік өнімдер, мұндай ұн өнімдерінің құрамындағы ашытқы газ түзілуін тудырады және асқазанның қабырғаларын тітіркендіреді. Қант инсулин өндірісін арттырады, ал бұл ұйқы безіне үлкен жүктеме. Цитрус өнімдері аш қарынға жеген бұл жемістердің құрамындағы көп мөлшердегі қышқылдар асқазан қыжылын туғызады. Сарымсақ, оның құрамындағы аллицин асқазан мен ішек қабырғаларын тітіркендіреді. Бұл гастроспазм тудыруы мүмкін. Аш қарынға пайдалы тағамдар. Таңғы ас тойымды көмірсуларға бай болуы керек. Дәнді дақылдар ас қорыту жүйесінің іске қосылуына көмектесуі керек. Ал таңертең тәбеті жоқ жандарға кешкі асын ертерек ішуіңізге кеңес береміз. Осылайша таңғы дейін қарныңыз ашып үлгереді. Гранола сұлы жармасы, жаңғақтар кептірілген жемістердің қосындысы. Бұндай таңғы асты дүкеннен алмай өзіңіздің дайындағаныңыз дұрыс. Осылайша ішінде артық қант түрлі қоспалар болмайтынына сенімді боласыз. Гранола өткен ғасырдың ортасында ақш-та патенттелген қазіргі жұлдыздар таңғы асы деген атқа ие болды. Ботқа сұлы қарақұмық жүгері ботқалары. Бұл тағам түрі ас қорыту жүйесін жақсартып, тойымдылық сезімін ұзақ уақыт бойы сақтайды. Жұмыртқа бұл күні бойы калория тұтынуды азайтудың керемет әдісі. Ашытқысыз нан. Тұтас дәнді нан құрамында көмірсулар мен басқа да пайдалы элементтер ағзаға өте қажет. Ақпаратпен бөліскен адам әнт тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.